Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің есімім Ақбөпе. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі менің тіршілігім чак-чак пен хворс пісіреміз. Оған керек заттар бізде жұмыртқа, тұз, қопсытқыш. Менде 6 жұмыртқа. Жартысын чак-чак жасаймын, жартысын хворс жасаймын. Тұз шай қасықпен толтырмай, қопсытқыш 1 ас қасық. Мінекей достар, жақсылап араластырып алдық. Енді шетінен ұн қосамыз. Онда шетінен қосып отырамыз. Мінекей достар, илеп болдық. Енді бұны салфанға салып 15-20 минут қойып қоямыз. 15 минуттан кейін жаямыз. Message after message, forward my calls. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things that you... Мінекей достар, екеуіне жайып болдым. Қалыңдығын аса жұқа емес, аса қалың емес қып жаямыз. Енді осылай кішкене 5-10 минут жата тұрсын, сосын кесеміз. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. Ал енді қызып тұрған майда чак-чагымызды да, хворсымызды да тез-тез араластырып қуырып аламыз.
can't reach you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Енді сиропын дайындаймыз. Сиропқа бізге 300 грамм шекер, 150 миллилитр су керек. Астын ақырын отта 5 минут қайнатамыз. 5 минут қайнағаннан кейін 2 ас қасық бал қосып, бал қосқаннан кейін қайнап шыққаннан кейін 5 минут қайнатамыз да. Астын ақырын отта. Бас аяқ сонда 10 минуттай ақырын отта қайнады. Сиропымыз дайын. Енді чак-чагымызға ыстық күйінде сиропымызды араластырамыз. Let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. Менде 2 листтен шықты. Енді 5-6 сағат салқын жерде, бетін салқынмен жауып, салқын жерде ұстаймыз. Енді хворстқа да сироп араластырып, чак-чактан көріп бұған кішкене азырақ қосамыз сиропты. Чак-чагымыз 5-6 сағат тұрды холодильникте. Жақсылап қатты. Әдемілеп кесіп алып, тәрелкеге саламыз. Чак-чагымыз дайын. Хворсымызды да тарелкаға салып, бетіне қант пудрасын себеміз. Чак-чагымыз да хворсымыз да дайын, достар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға ас болсын. Қош, сау болыңыздар.